Сәлеметсіздер ме балалар, отыра қойыңдар. Бүгінгі сабаққа дайынсыз ба? Көңіл күйіңіз барлығы жақсы ма? Жарайсыздар балалар. Олай болса, дүниетану сабағымызды бастайық. Ең алдымен өткен тақырыптарға шолу. Мен сендерге таңдаулы әдіс арқылы сұрақтар қоямын, сол сұрақтарға жылдам жауап берейін. Табиғи қатерлердің болу себебі не деп ойлайсыздар? Ең алдымен балалар, табиғи қатер дегеніміз не? Өрлен, жылдамға. Қатер дегеніміз қар көшкіні, су тасқыны, найзағай, қиын. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Мысалы, Даяна, не айтасың? Өрт, дауыл. Өрт, дауыл, жер сілкінісі, жақсы отыра ғой. Төтенше жағдайларда не істеу керек? Ислам? Төтенше жағдайларда мысалы, бір немесе жүрек немесе жүріс жолдарына хабарласу керек. Немесе мысалы жер сілкінісі болса, столдың астында ешқайда қозғалмай және сабыр сақтау керек. Тамаша, өте жақсы жауап. Төтенше жағдайда қайда хабарласу керек еді, Асқар? Қайда хабарласу керек? 102 және 103. Жақсы, балалар, жақсы, яғни арнайы құтқарушыларға хабарласуы керек, балалар. Балалар олай болса, Мюстің берік әдісі берілген әріптер арасынан мағыналы сөздерді тауып, сабағымыздың тақырыбын анықтап көрейікші. Ал айтқан керек ғой. Жылдамға, көрсетеді. Қандай сөздер көріп тұрсын? Отбасының Берекесі. Бәрінен қана сөз қалып қалды. Бәрінен қымбат. Жақсы балалар, жақсы. Отыра ғой. Жарайсың, өте жақсы. Яғни балалар, сабағымыздың тақырыбы отбасының берекесі бәрінен де қымбат. Оқу мақсатымыз өз отбасының құндылықтарын анықтау. Оқу мақсаты негізінде сабақ мақсатымызды құрдық, бақытты отбасы белгілерін анықтайтын боламыз балалар. Олай болса балалар, еркін әңгіме жүргізіп көрейік. Суретке назар аударайық балалар. Неліктен отбасы мен бақыт өзара байланысты? Неліктен отбасы адам үшін өте маңызды? Суреттерге қарай отырып жауап беріп көрейікші. Неліктен отбасы адамға өте маңызды? Өрлен, жылдамға. Өйткені отбасы біздің тірегіміз. Тамаша жауап, өте жақсы. Тағы да, Айша. Отбасысыз өмір болмайды. Бір қиындық болса, сонда отбасы көбейіп кетеді. Жарайды, өте жақсы. Отбасы біздің отбасымыз. Тамаша, өте жақсы жауап. Тағы да, Даяна. Отан отбасынан басталады, өте жақсы. Аяғым, не айтасың? Отбасы бақытты. Бақытты отбасы болу керек деп ойлайсың, Отан отандастық. Жарайды, жақсы отыра ғой, өте жақсы. Олай болса балалар, ең алдымен отбасы дегеніміз не? Осы сұраққа жауап берейікші. Отбасы дегеніміз, Өрлен. Отбасы дегеніміз бірігерлі барлық адам. Жарайды, жақсы. Жақсы жауап, өте жақсы. Балалар. Отбасы ол біздің Отан, жақсы балалар. Отбасы балалар, бір үйде тұратын ең жақын туыс адамдар. Ол адамдарды отбасы мүшелері дейміз. Отбасы мүшелерін атап өтейікші. Отбасы мүшелері. Ал, Ислам. Отбасы мүшелері ата, және мама, әке, апа, аға, бауыры. Жарайсың, өте жақсы, тамаша, өте жақсы. Балалар, отбасы біздің өміріміздегі ең басты құндылығымыз. Отбасының жылуы әрбір отбасы мүшесінің үлесінен құралады екен балалар. Олай болса, оқулығымызға назар аударайық. 80-ші беттегі бірінші тапсырмаға назар аударайықшы. Бақытты өмір сүруге қажеттіліктерін өз ісіне сай мәлімдеуге сәйкес өмірлес. Біріншісі қайсы? Балалар, бақытты өмір сүру ең алдымен біздің неміз болу керек? Отбасымыз болу керек. Екінші, балалар, өте жақсы. Үшінші, материалдық игілік, өте жақсы. Төртінші, демалыс. Мансап болу керек. Бақытты өмір сүру үшін осы 5 нәрсе болса болған екен, балалар. Олай болса, балалар, келесі тапсырма. Отбасы құндылықтарын атап өтейікші, балалар. Отбасы жақсы, сыйластық, қолдау, жақсы. Әлхан. Құрмет, татулық. Тамаша, өте жақсы. Аяру. Өзара, түсіністік, жақсы, өте жақсы. Жарайсыңдар. Олай болса, балалар, әңгімелеу әдісі, өкінішке орай балалар, кейбір
Yaxshi javob Aydana. Uchinchi suratda Ya'ni bolalar, mana yettinchi suratga qarab o'tirib, ayirmachiliklar bormi ekan? Bor ekan, ya bolalar. O'y bo'lsa bolalar bizning qozoq xalqimizda otbasi tarbiyasiga o'ta qattiq ma'no bergan ekan. O'y bo'lsa kelasi taqsimda bolalar maqol materialda sizga to'liqtiruvlarim kerak. Jiqtiq жұмыс ustida bo'ladi. Jiqtiq жұмыс жылдам o'rganadi. Daim olsanlar men daimim deyiladi aytaverdi. Çünkü ben жылдамroq bo'ldi. Al islom ayollar. Жылдам. Osan otbasından başladı. Anaga qarab qiz o'sib, akiga qarab o'g'il o'sib, aki ko'rgan o'g'il o'nar, ana ko'rgan to'y pishir. Adamga ömürde eng qimmatli balo otbas ekan, ya. Otbasning arasida ne bo'l kerak ekan? Жаңа aytib o'tgandek, siyoslik, ya, suyishpilik, tatuvlik, baurbaldor bo'lganda ular o'ta baxtli otbasi bo'ladi ekan, ya bolalar. Olay bo'lsa bolalar jeki жұмыс sababimizni qo'rqinlov maqsadida otbasi qumliqlari deganimizga sen uchun baxtli otbasi qanday otbasi? Ya'ni o'zing, ya'ni jeki жұмыс. Sizlarga jeki жұмыс qaratib beraylik. Sen uchun baxtli otbasi degan qanday? Жылдамroq to'ldirib beringlar. To'ldiramiz. Olaverchi, olaverchi. To'ldir. Aha. Sen uchun baxtli otbasi degan qanday otbasi? To'ldirib sababimizni qo'ydik. Yılan. Жылдамroq. Bir dilek tatuluk, baxtlilik ko'ngilda jadid hech qachon ajramay bo'lmaydi, bir-birini yaxshi ko'rib, siyosda o'zini bilib. Jarayt, yaxshi, o'ta yaxshi ayollar. Jarayt, o'ta yaxshi. Bal Silaydı ya. Tatu? Jarayt, o'ta yaxshi. Ay, jarayt. Yerimde aklımda ziyla baktıkta kalmadı, böyle gülmekteşiydi. Bağımlarını bir-birine kustam. Jarayt, o'ta yaxshi. Jaraytlar bolalar. Olay bo'lsa bolalar sababimizni qo'rqindilar. Shu refleksiyasi orqali, ya'ni sizlarga sigir bilan bugungi sabaqdan olgan o'y fikrlarimizni жылдамroq yozamiz. Жазамыз. Bugungi sabaq joyini жазамыз. Aha, yaxshi keladi. Shar refleksiyasi qaysi sharlarni so'zlaydi? Bo'ldimi? Ya. So'roq maqsadimizga yetdikmi? Ya. Otbasi qumliqlarni atay olamizmi? Ya. Yaxshi, o'g'il bo'lsa sababimiz aytoldi, sog' bo'ling.